Жездем мені алғаш рет басқаша қараған күн есімде. Күнде тым ыстық, мен де тым жас едім. Аппақ көйлек киген сол күні. Күннің нұры терезеден түсіп тұрды. Көйлек жұқа еді, тым жұқа. Төменнен кигенде көйлегім көкіректі толық жаппады. Жездем үндемеді, бірақ көз қараса мені жалаңаш тәнімді бүкіл ақтарып шыққандай болды. Ол күні әпкем түнгі аусымда қалған. Үйде екеуміз ғана едік. Мен ішкілік ішпеген, бірақ жүрегім мас еді. Жездем ваннадан енді шыққан, беліне оралған ғана сүлгі. Тамшы су иығынан баяу сырғап кеудесіне қарай түсті. Мен көзімді тайдыра алмадым. «Не болды, балдыз?» деді ол жымиып. Даусы салқын, бірақ көзі жалын еді. «Көйлек» дедім. «Иә, аппақ екен». Ол жақындады. Мен бір қадам шегіндім. Арамызда ешкім жоқ, ештеңе де жоқ, тек тынымсыз ауыр. «Осылай үнемі ашық жүресің бе?» деді. «Сіз ше, үнемі осылай жартылай жалаң жүресіз бе?» дедім. Кенет ол мені белімнен ұстап өзіне тартты. Сүлгіден тараған жылы иіс мұрным тесіп өтті. Кеудем оның кеудесіне тиіп еттім. Ол көйлектің мойын тұсын ақырын тартып, екі иығымнан төмен сырғатты. «Тоқтаңыз, айтшы, сен қаладың ба осыны?» Мен үндемедім. Үндемегенім келісім екен, ол білді. Менің көкірегім дірілдеп тұрды. Қызарып кеткен ұштары көйлекке жабысып бәрін ашып тұрды. Ол иіскеді. Тынысым ішіме тығылып көзім жұмылды. Тәнім алғаш рет ер адамның қолына мұнша шөлдеп тұрғанын сездім. Оның алақаны менің белімде тұрғанда мен бүкіл санам сөнгендей болды. Көйлек баяғыда жерге түскен. Мен оны киіп тұрмын деп ойласам да, ол баяғыда шешілген екен. Жездемнің ерні мойнымды іздей бастады. Бір қолы иығымнан сырғып арқама барды, ал екінші қолы белімнің төмен тұсына баяу ойнап тұр. «Бір-ақ рет», деді ол сыбырлап. «Тек осы түн. Мен басымды изедім бе жоқ па білмеймін. Тек кеудемде дүрс-дүрс етіп соққан жүрекпен көзімде еріксіз келген жас кінә мен құмарлықтың арасында шекараны сызып тұрды. Ол мені ақырын төсекке жатқызды. Төсек сықыр етті, аузыма сөз келмеді. Көйлегімнің жұп-жұқа матасы оның алақанының ыстығын жасыра алмады. Ол мені қалап тұрды, ал мен әлдеқашан беріліп болғам. Жалаңаш тәнімен жатып, жездемнің иісін жұтып, құмарлықтың отына тұтанып жатқанымды білгенде, ұяттан емес, қалауымнан дірілдедім. «Сен тым тәттісің», деді ол. Апам білсе, білмейді. Ол мені итермеді. Әр қимылы ішімде ұят пен ләззаттың күресін бастады. Сол түні мен алғаш рет өзімді әйел сезіндім. Жезделік емес, ер адамның құштарлығынан, тәртіп емес, құмарлықтың заңымен. Таң атқанда оның иығында ұйықтап жатыр екенмін. Терезеден сыза түсе бастаған түнгі құмарлықтың лебі баяу басылып шындық иығымнан түсті. Ол ұйықтап жатқан, ал мен ояумын. Кеудемде біртүрлі тыныштық, айғай жоқ, үрей жоқ. «Мен не істедім?» деген бір ой келді. Бірақ өкінемеш, таңырқау. Мен өзімді жек көргім келді, бірақ жек көре алмадым. Ол менің жездем. Мен әпкемнің сіңлісімін. Бірақ түнде ол мені әйелім деп атады. «Көзім тек сені көргісі келеді» деді. Сол сәтте мен бәрін ұмыттым. Әпкемді де, үйді де, тәрбиені де. Тек мен әйел болып, ер адамға толық берілген сәтімді ғана ойлап жаттым. «Түнгісін айтқан сөздерің есіңде ме?» деді ол, ақырын иығынан түртіп. «Есімде» дедім. Бірақ шын айттым. Мен үндемедім. Аяғымда әлі де оның алақанының табы бар сияқты. Кеудемде оның демі, жанында тыйым. Бірақ жүрегімде сол бір түнгі әйелдік бақыт қана қалды. Сол түннен кейін бәрі өзгеріп кетті. Бірақ тек мен үшін. Менің ішімде бір нәрсе сынып қалғандай болды, ал ол тек көзін тайдырып бұрынғыша жүре бастады. Таңғы ас үстінде жездем менен аулақ отырды. Әпкем риза болып езу тартып отыр. «Сіңілім, неге меңзеңсің, ұйықтамадың ба?» дейді. Мен жымидым. Жымиғанмен ішім өртеніп тұрды. Түнде мен оған тәнімді ғана емес, жанымды беріп қойғанымды енді ұқтым. Бірақ ол маған тек түннің құшағы керек болғандай. «Кешегі не нәрсе еді?» деді ол. Бір кеште екеуміз ғана қалғанда, ол иығын көтеріп қойды. «Қателік, өткеннің ісі, айтпай қояйық». Сол сөз мені сындырып кетті. «Қателік пе?» Мен жыладым, бірақ үнсіз. Қасындағы әйел болғым келді, бірақ ол тек құшағында қыз болуымды ғана қалаған сияқты.
Жарайды, ендеше мен де ұмытармын дедім дірілдеп. Ұмыт, сол дұрыс болады. Бірақ мен ұмыта алмадым. Сол түні ғана өзімді толық әйел сезінген едім, ал бүгін жай ғана алданған сіңілі екенмін. Жездем мені ұмытып кеткен шығар деп ойладым. Күндер өтті, ол маған салқын. Мен де барынша сыр бермей жүрдім. Бірақ бір күні әпкем түнгі ауысымға кетті. Ал мен ас үйде ыдыс жуып жатқанмын. Ол келді. Қолыңды қатты жарақаттап алыпсың ғой деді. Сол кезде мен саусағымнан аққан қызыл ізді байқадым. Неге байқамадым деп өзіме таңғалдым. Бірақ ол қолымды алды, ақырын сүйді. Жаным ауырса да менің жүрегім сыздайды деді. Бір сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Сен ұмытпадың ба дедім ақырын. Ол ештеңе демеді, тек итеріп жібергендей болды. Ұмытуға тырыстым. Бірақ сенің иісің, сенің тәнің, сенің жанарың менің түнімде жүр. Сол сәтте менің көзім жасқа толды. Бұл қайта жалғастар ма екен деп үміттендім. Ол мені есікке апарып сүйді, мойнымды, иығымды. Сол сәтте мен өзімді енді ғана, жай ғана қыз емес, оның жасырын, бірақ жан сүйген әйелі сезіндім. Көйлек ішіндегі денем от болып жанып тұрды. Ол мені төсегін емес, үстел үстіне сүйреді. Және сол жерде бір кездері қателік деп атаған түннің жалғасы қайта басталды. Арада бірнеше ай өтті. Әпкемнің бетіне тіке қарай алмай жүрмін. Ішімде не болып жатқанын білсе де, ол мені тірідей көмереді. Бірақ мен де тірі өлікке айналып бара жатқандаймын. Бүгін таңертең жүрегім айнып құсып жібердім. Басым айналып бір сәт еденге отыра кеттім. Әпкем уайымдап клиникаға алып барды. Аяғым ауыр, бірақ бұл ең қорқыныштысы емес. Мен баланың әкесі кім екенін нақты білген сияқтымын. Себебі соңғы рет ол менің жаныма түннің бір уағында келіп еді. Жанымда жатқан әпкемнің өзі түсінде бір нәрсе көріп аңырсып жатты, ал мен үнсіз көзімді жұмған күйде дірілдеп жатқанмын. Ол менің жаныма кіріп келгенде жүрегім дүрсілдеп кетті. Тыйым салынған, бірақ құмарлықпен боялған сол сәт менің есімді де еркімді де алып кетті. Ол мені үнсіз итеріп, жанымды езіп жатты. Мен қарсы келмедім, себебі мен мастықта жүргендей болдым. Бүгін кешке әпкем үстелінде отырғанда телефонына бір видео келді. Мен үстінен қарап қалдым. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Бұл менің өз бөлмемде киімсіз жатқан кезім. Бұл не деді әпкем сыбырлап. Оның даусы дірілдеді. Көзі шытынап, ерін дір-дір етті. Мен үндемедім. Мен жылаған жоқпын. Тек үстімдегі көйлекке қарап, екі қолымды қысқан күйде тұра бердім. Ол кетті, артына да қарамады. Сол сәттен бастап ішімде бір өмір өсіп келеді. Бірақ бұл баланың әкесі кім екенін білемін. Әпкем мені кешіре ме? Ол енді мені көргісі келе ме? Білмеймін. Бірақ мен бір нәрсені анық білемін. Мен сол түннен бастап ешқашан бұрынғы қыз емеспін. Бәріне өзім кінәлімін. Құмарлық тәтті, бірақ сол тәтті кейін уға айналады. Оны ішіп қойған адам мәңгі шөлдегендей өмір кешеді екен.